Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін уйгурский самса пісіретін боламыз. Ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызға қаймағымызды, ерітілген сары майымызды қосып араластырып аламыз. Ас содасы мен қопсытқышымызды қосамыз. Біртіндеп ұнымызды қосып, жүгін сақылдырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында начинкасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етімізге пиязымызды, дәмдеуіштерімізді және де майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Әр бөлігін жұқалап жайып, ортасына начинкасын салып, өз қалауларыңыз бойынша формасын жасасаңыздар болады. Барлығын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пешке 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Тез әрі оңай дайындалатын самсамыз дайын. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Рахмет.